Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге руколаны қалай қысқа сақтайтынымды жасап көрсететін болам. Алдымен рукола мен жусайды салқын тұзды суға жуып, тазалап, бір күн кептіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін блендерге салып, үстіне 5-6 грек жаңғағын қосып, лимон согын қойып, ас қасықпен 1 ас қасық сұйық майды және татымына қарай тұзды қосып, блендерден әбден езілгенше өткізіп алдым. Дайын болғаннан кейін, егер қысты күнге сақтап қатырып қоям десеңіздер, ыдысқа салып, қатырып қойсаңыздар болады. Я болмаса күнделікті тамаққа қосып, нанға жағып, осылай жеуге де болады. Дәмі өте керемет болады. Қысты күні майонезге қосып, я болмаса зәйтүн майына қосып, салатқа қоссаңыздар, дәмі өте керемет болады. Сіздер де осы әдісті пайдаланып жасап көріңіздер. Өте керемет әдіс.